Сәлем балақай, Нұрболат ағай бүгін сендерге Қара Батыр ертегісін оқып береді. Ертеде Қара Батыр деген баланы бір күні түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой бақтырып қойыпты. Аш жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала далада қойдың үстін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтты: "Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарымды бере қалсана." Қарға қарқ етті де ұшып кетті. Бір мезгілде сауысқан келіп қонды. "Әй сауысқан, сауысқан, өлексе жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге барып қалсана." Сауысқан шық-шық етті де ұшып кетті. Келіп тырна қонды. "Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге барып қалсана." Тырналар тұрау етті де ұшып кетті. Одан соң қаз келді. "Әй қаздар-ау, қаздар-ау, сізге барды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Қаз қаңқ етті де ұшып кетті. Енді аққу келді. "Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Аққу тоқталаңқырап, көлденеңдеп тұрды да ол да ұшып кетті. Біраздан соң адамның досы қарлығаш келді. "Әй қарлығаш, тамырай, жауда болдым қаларай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Қарлығаш ұшып олай, ұшып бұлай, ақыры қимай келіп баланың қолына қонды. Бала ойлады: "Әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас. Бұған бір белгі салайын" деп, өзінің қолын пышақпен шаншып, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. Қарлығаш ұшты аспанмен, бала айтқан жоспармен. Асқар таулармен, айдың шалқар көлдермен, батпақ лай шөлдермен, түрлі жерлермен, қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті. Нақ 30 күн болғанда бір ауылға сол жетті. Баланың айтқан ауылы осау деп меңзепті. Бұл ауылға келген соң қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап көрсе, баланың айтқанына еш қайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда бір ыңырсыған кемпірдің даусы шықты. Құлағын салып қараса, кемпір бүй деп жылап отыр екен. "Ау шырағым құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым. Жау алдыма білмедім, су алдыма білмедім, аң алдыма білмедім, жөніңді біліп шырағым. Құрбаның боп өлмедім, 24 ай болды, міне жалғызды көрмедім." Кемпірдің жылаған даусын естіп, оған шал қосылады. "Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым. Бір дерегін білуге дүниені кезіп қарадым. Аш бурадай жарадым, 12 мүшем секілді, аш күзендей бүгілді. Таулардың насат тасындай бергақ еді сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда кеттің сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол ғана болдау іңкәрім." Онда бір жас қыз бала әке-шешесін тоқтатып сөйледі. "Наркескен деген алмастай, асыл еді негізің. Бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушем, арғымақ ат мінермін, асыл киім киермін. Тең құрбымнан ілгері мен жарқырап жүрермін, биіктен талап тілермін. Ойын күлкі сауықпен қызық дәурен сүрермін. Егізімден айырылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жап-жас қана күнімде, міне бізден сән кетті. Әй қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз. Мен бүгін бір түс көрдім, әжеп дәуір іс көрдім. Түсіме жору айтыңыз, қолдан ұшқан сұңқарым, қайта қонып жүр екен. Үйірден жойған тұлпарым, қайта келіп жүр екен. Бірге туған құлыным, үйге келіп жүр екен. Бізге Құдай бергенді, кісі көрмес өлгенді. Баба түкті шаштазыз, нақ сарт болып кетпесе, хабар алып шырақтан,
бір қарлығаш келгенді. Бұл сөзді есткен соң қарлығаш тіп-тіке шал кемпірдің алдына қонды. Бишаралар жылап сықтап тұмарды алып таңбасынан Қарабатыр Түрікпенге барған білісті. Сонан соң ат жаратып адам жиып Түрікпен жұртына барып, көп тарту таралғы беріп, баласын аман есен алып қайтыпты. Бүгін осымен тәмам, жайлы жатып жақсы тұрыңдар.